Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтты: біз сендерге өз жыныстарыңнан жұбайлар жараттық, сендер оларда тұруларың үшін деді. Осы аяттағы тұруларың үшін дегенді ғалымдарымыз екі мағынада түсіндірді. Бірі рухани тұру болып саналатын болса, ерлі зайыптылардың арасындағы, екіншісі бұл адамның Алла Тағала жаратқан екі жақтың талап қыла тұрған нәрсесі адамның шахуатын басы болып саналады. Сондықтан да егер бұл әйел ол шахуат басу деп санайтын болса, бұл үлкен қателік. Сондықтан да бұл арадағы мақсат, Алла Тағаланың жарларды жаратудағы мақсаты біздер оларда тұру үшін. Яғни оларда рухани, яғни екі жар бір-біріне рухани азық қорған бола білу керек. Екінші жағынан жаңа екі тараптында бір-бірінен қажетін өтеу болып саналады. Енді осы Алла Тағала адам баласына некені адал қылғаннан кейін бұл некенің шарттарын, оның әдәптәрін толық бізде шариғатымызда көрсетілген. Және Алла Тағала бұл мәселені тастап қоймады. Керісінше бұл ерлі зайыптылардың арасында қандай қарым-қатынас болу керек екендігін Алла Тағала біздерге толық баяндаған. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. Олардың ер адамдарға қандай нәрсе хақ болатын болса, әйелдерге де сол нәрсе болады деп Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтып жатыр. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады: сендер үшін әйелдеріңде хақтарың бар, сол сияқты әйелдердің де сендерде хақы бар дейді. Имам Тирмизиде жеткен бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр. Енді бүгінгі уағызымызда біз осы хақтың қандай хақы бар бірінші тоқталамыз. Ер адамның әйел алдында қандай хақтары бар, яғни борышы бар. Осыған біз қазір Алла қаласа бүгінгі уағызымызда айтамыз. Біріншіден, ер адамға міндет болған нәрсе ол әйелді тамақтандыру, сусынмен және тамақпенен, және оның киім-кешегі және тұратын орнын қамтамасыз ету. Міне ер адамға ең бірінші әйелдің хақын өтеудегі жүктелген нәрсе бірінші баспана, одан кейін киім-кешегі және күнделікті ішіп жейтін тамағы. Осы міне ер адамның ең алғашқы әйелдің алдындағы хақы болып саналады. Және бұл арадағы ішіп жеудің шариғатымыз міндетті түрде халалдан, тазадан, адалдан болуын талап етеді. Сондықтан да шариғатымыз ол хақты өтеудің жолы осы екен деп, оны қалай өтесең болды деген мақсат емес. Ер адамның мақсаты жарын белгілі мөлшерде азықпен азықтандыру, және киім-кешекпен киімдіру, және баспана беру. Енді осы нәрсенің барлығы ол халал жолмен болған болу керек. Бірде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан Саид ибн Абу Ваққас радиаллаху анху сахабаның бірі, жәннаттық болған сол кісі пайғамбарымыздан сұрайды: "Я Аллахтың елшісі, мен дұғам қабыл болу үшін не істеймін?" дейді. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Ваққасқа бір ауыз сөз айтады: "Ат-тияб тағамак", яғни тамағың халалдан болсын деген. Міне тамақтың халалдан болуы адамның дұғасының қабыл болуының бір шарттарынан. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Осы мынау әрбір харамнан өскен нәрсенің тозақ болуы әуларақ" дейді. Егер мысалы адам ішіп жеген харамнан болатын болса, және оның дене мүшесі осы харамнан табылған нәрсемен өсетін болса, онда оған ол тозаққа лайығырақ деп есептеген пайғамбарымыз. Сондықтан да ер адамға міндет болады ол өзінің отбасын, жарын халал тағаммен, сусынмен ырзықтандыру. Міне бұл ер адамның алдындағы бірінші міндеті ол осы азық түлігін және киім-кешегін, баспанасын қамтамасыз ету. Енді ер адамға міндет болған екінші шарт белгілі бір мөлшерде әйелін оқытып қою. Егер әйелі намаз оқитын болса,
Бірақ сол намазы дұрыс болу үшін ол адамның дәретті дұрыс білу керек. Сондықтан егер дәреттің шарттары, оның қандай әдептері бар, уәжіптері бар, парыздары бар, оны білмей жататын болса, бұл жағдайда ер адамның мойнына міндет болады, әйеліне осы белгілі бір мөлшерде қажетін өтейтіндей, ғибадат түрін толық өтейтіндей ілім беріп қоюы. Мысалы, намаз оқитын болса, онда бірінші намаздың дұрыс болуы, ол дәреттің дұрыс болуы. Кейін дәретті дұрыс болғаннан кейін намаз әдептерін, олардың шарттарын, олардың рүкіндерін үйретіп қою тиіс болады екен. Бұған Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтып жатыр: "Я аyyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Міне Алла Тағала айтты Құран-ы Кәрімде: "Ей иман келтіргенде бірінші өздеріңді, кейін отбастарыңды оттан сақтаңдар" дейді, оттан қорғаңдар дейді. Міне сондықтан да ер адамның бірінші міндетін біз айттық, екінші міндеті белгілі бір дәрежеде ол әйелін ғалым, қари қылу шарт емес. Дін ілімін толық білетін. Бірақ күнделікті ғибадатты дұрыс өтейтіндей дәрежеде оған ілім беріп қою, бұл ер адамның мойнындағы міндет екен. Және мынау ер адамға тиіс болған үшінші міндеттің бірі мынау ислам әдеттерін үйрету. Ислам әдебімен киіну. Ислам әдебімен жүргізу. Міне қандай да бір ер адам өзінің жарын осы ислам дәстүріне сай киіндіріп әдептендіруге міндетті. Негізі бұл жаңағы жоғарыдағы екінші шартқа кіретін шарттардың бірі. Мысалы, әйел адамның қай кезде қандай жағдайда болу керек, көшеге шыққанда қандай әдепте болу керек, жаңа ер адамдар жүрген ортада жүрмеу деген сияқты бір қатар шарттарды бұл күйеуі әйеліне жеткізіп үйретіп қойған болу керек. Сондықтан да Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтқан, тозақтық болған екі түрлі адамдардың түрін мен көрген жоқпын, бірақ ол кейін пайда болады деген, соның бірі осы қысқа ашық киіну деп айтқан екен Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Мен заманымда көрген жоқпын, бірақ қиямет аяғында пайда болатын екі түрлі сипаттағы адамдар бар, тозақтан болатын дейді. Солардың бірі деген бұл қысқа ашық киінетін әйелдер деп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл қияметтің белгілерінің бірін баяндаған кезде баяндап кеткен екен. Бұған жаңағы тар, ұзын, бірақ ол тар болғанда бұл шариғатымызға сай киім емес. Сондықтан шариғатымыз бұйырған нәрсе бұл әйел адамның толық жүзі мен алақанынан басқа жерлерінің барлығы аурат болып саналғандықтан толық қанды бүркелу керек. Сондықтан да бұл жерде ғалымдар айтқан, бұл Пайғамбарымыз айтып жатқан екі түрлі адамның бірі бұл қиямет аяғында пайда болатын әйелдердің ашық-шашық киінетіндері, сонымен қатар тар денесін көрсетіп тұратын киімдері кию деп те есептеген. Сондықтан да ер адамның бір міндеті осы үйіндегі жарын, отбасын осы ислам әдебіне сай киіндіруі міндетті. Сондықтан бұл ер адамның мойнына жүктелген нәрсе, бұған қиямет күнде сұралады. Оны мысалы бүгінгі таңда біз өзіміз көріп жатырмыз, мысалы көп қарындастарымыздың қоғамда жаңағы ашық, өте сондай көріксіз түрде киініп жатқандығын қарап отырсақ, солардың әрбіреуінің ата-анасы бар, ағалары бар. Міне бұл адам өз міндетін түсінбегендіктен, исламды түсінбегендіктен болып жатқан нәрсе. Егер адам исламды түсінген кезде, ер адам өз міндетін түсінген кезде, ол өз отбасына дұрыс қарап, дұрыс киім киюді бұйырған болар еді. Енді бұл ер адамға төртінші болған шарттардың бірі, бұл егер бір адамда бірден, яғни немесе 2-3-ке дейін әйелдері болатын болса, осы әйелдердің арасында әділдік қыла білу. Бұл әділдік мынау мәдди дүние үй жағынан болады. Мысалы, біреуіне киім әперіп, екіншісіне әпермесе, бұл шариғатымызда дұрыс деп саналмайды. Және Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадис шарифінде айтады, кімде екі әйел болып, ол екеуіне әділдік қылмаса, ол қиямет күнде жарты болып тіріледі деген, жарты болып келеді деген мақшарда. Сондықтан бұл арадағы әділдікті ғалымдарымыз айтты, ол жаңағы киім-кешекте, ырзық несібеде және баспанада тең болу керек. Ал енді
біреуінен артық жақсы көру, ол жүрекке адамның иелігі жүрмейді. Бұл арадағы ислам талап еткен теңдік, ол жаңағы ішіп жеуінде, киім кешегінде басманасында. Қалған жаңағы біреуін екіншісінен артық жақсы көріп, екеуін бірдей, өйткені адам бір жүрекпен екеуін бірдей жақсы көремейді. Сондықтан біреуінен артық жақсы көру мүмкін, біреуінің мінезі ұнауы мүмкін, соған байланысты ол жердегі бұл сезім кірмейді бұл араға. Бұл араға кіріп тұрған нәрсе біздің мәдди, яғни күнделікті қоғамда қажет болатын нәрселеріміз кіреді. Бұл ер адамның мойнындағы төртінші шарты әйеліне көрсететін, яғни әділдік қыла білу керек. Енді ер адамға тиіс болған шарттардың бірі өзінің жарының сырын ашпау керек. Егер бойында қандай да бір айып немесе ерлі-зайыптыларға қатысты өзара сырды, бұл біз әйел адамның ер адамда алдындағы міндетіне келген кезде де айтамыз, бұл екі жаққа да қатысты мәселе. Яғни бір-бірлерінің сырларын ашпау керек. Бұл шариғатымызда қатты ескертіліп, сақталу керек болған нәрсе. Сондықтан Алла Тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір хадис шарифінде айтады, қиямет күнде Алла Тағаланың алдындағы адамдардың ең сорақысы әйелінің сырын ашушы адамдар деп сүйдеген. Сондықтан бұл арада бұл хадис екеуіне де қатысты. Ерлі-зайыпты адамдар сыртқа, тіпті ол қандай жақыны болсын, оның арадағы қарым-қатынасты ашуға қақысы жоқ. Сондықтан міне пайғамбарымыз айтып отыр, қиямет күнде Алла Тағаланың алдындағы ең сорақы сорлы адамдар, бұлар жаңағы бір-бірлерінің сырларын ашушы ерлі-зайыптылар деп ескертіп жатыр. Бұл имам Муслимде келген хадис екен. Енді алтыншы ер адамға тиіс болған нәрсе өз отбасын ғибадатқа бұйыру. Сен мен міндетім айтып қою, істемесең өзің жауап бересің деген нәрсе емес. Шама келгенше күнделікті әрқашанда ер адам өзінің отбасын осы ғибадатқа, құлшылыққа, тақуалыққа бұйыру керек. Алла Тағала Құран кәрімде айтады: "Уъмур ахлака бис-салати вастабир алейха". Міне отбасыңды намазға бұйыр деп Алла Тағала біздерге ескерту жасап жатыр. Және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадис шарифінде былай деп айтады: "Мурру ауладакум бис-сала". 7 жасында балаларыңды намазға бұйырыңдар, 10 жасқа келген кезде оларды ескертіп намазға жығыңдар деген. Және балағатқа жеткен кезде ұл бала мен қыз баланың арасын бөліп жатқызыңдар деген. Сондықтан міне бала өсіп жатқан кезде, қашан ер жетіп ақылдары кірген кезде ата-анаға міндет болған шарттардың бірі ол ер бала мен қыз баланы төсегін бөлек салып жатқызу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы нәрсені бізге бұйырып жатыр. Және ер адамның мойнына міндет болған тағы бір шарттардың бірі, егер қандай да бір отбасына, жақын туыстарына зиярат етуге, барып қайтуға, көңілдерін біліп қайтуға әйелі сұранса, міндет болады ер адамға оған рұқсат беруге. Оның ешқандай хақысы жоқ, тыйып тастауға. Егер ол тыйып тастаған болса, еш себепсіз, онда ол залым болған болып саналады. Сондықтан да шариғатымыздың бұйырып жатқан тағы бір міндеті ер адамға, егер өзінің жары, отбасына, жақын туыстарына барып қайтуға сұранса, жіберуі керек екен. Сол сияқты ғалымдар айтады, егер ол әйелі жақын туыстарына ғана емес, сонымен қатар жаңағы бір дәрістерге, мешітте уағыздарға, намазға сұранса да, жіберуі мұстахаб, жақсы болады деп санайды. Өйткені ол жерде насихат айтылады, уағыз тыңдағаны жақсы болып саналады. Тек ол жерде жаңағы бір шарт, егер ол шыққан кезде басқа бөгде ерлермен араласатындай жағдай туындамау керек. Немесе жаңағыдай бірыңғай ер адамдар жиналатын орталыққа бару, ер адамдардың көзіне түсетіндей жағдайлардан басқа уақыттың бәрінде ол сұранып, әйел адам баруға сұранса, ер адам жіберу керек болып табылады ондай кезде. Бірақ та қанша дегенмен әйел адамның жамағатқа келіп намаз оқығаннан көрі, оның үйінде оқыған намазы көбірек, намазы жақсырақ болып саналады. Сондықтан бұл нәрседен әйел адам жамағатқа келуге болмайды
тек үйінде отыру, үйінде ғана оқу керек деген сөз шықпайды. Бұл арада егер әйел адамның үйде оқыған намазы мен мешітте оқыған намазының қайсысы жақсырақ деп айтқан жағдайда біз айтамыз, әлбетте үйінде оқыған деп. Бірақ ол мешітке келіп оқыған болса, ол сауап, намазы дұрыс, оқыған намазының сауабын алады. Бірақ қайсысы сауабы көп? Мысалы, егер ер адамның намазы, үйінде оқыған намазы мен мешітте оқыған намазының қайсысының сауабы көп десек, біз айтамыз, ол мешітте оқыған деп. Бірақ үйде оқыса, намазы дұрыс, сауабын алады, бірақ сауабы аз болып саналады. Сондықтан да ислам шариғаты ол әйел затының мешітке келіп, немесе бір дәріс орталықтарына барып дәріс алуға ешқандай тыйым салмайды. Бірақ егер ер өзінде сауатты болып жатса, үйінде өзі оқытқаны әрине ол нұр үстіне нұр болады. Кейін 8-ші шарттың бірі ер адамға тиісті болған бұл кешірімді бола білу керек. Яғни бұлайша айтқан кезде әйелінен көрінген қандай да бір іс, қимыл, әрекетті, жағымсыз нәрсені әрқашан тікелей қабылдай бермеу керек. Міне осындай жағдайларда әрқашан ер адам кешірімді болып, кен пейілдікпен қарай білсе, бұл екі арада үлкен мейірімділік, рахымдық орнауға үлкен септігін тигізеді. Ал егер әрбір ісін қазбалап, оны өзіне әдет қылып айналдырып алатын болса, әрине бұл арада ұзаққа бармай келіспеушіліктің туатындығы ол заңдылық. Сондықтан ер адамдарға тиіс болған шарттың бірі ол әйелінен қандай да бір көрініп жатқан жағымсыз іс, қимыл, әрекет болып жататын болса, оны кешіріп жақсыра білу керек екен. Өйткені Алла Тағала Құран-ы Кәрімде уашируһунна бил маъруф, яғни олармен көркем түрде жасасыңдар дегенмен Алла Тағала ерлерге бұйырып жатыр, өз жарларымен көркем түрде жарасу керек екен. Және тиіс болған шарттардың бірі жағымсыз нәрселерді көруге, оқуға тыйым салу керек. Мысалы, егер ері үйіне келгенде әйелі пайда бермейтін, жаңағы қазіргі қоғамда кең тарап отырған, мысалы, тек уақыт жоғалтқаннан басқа ешбір қоғамға, отбасына пайдасы жоқ жаңағы сериалдарды көрген жағдайда, бұл ері бұл нәрседен тосуға, қайтаруға құқылы шариғатымызда. Сол сияқты жаңағы пайдасыз, керісінше адамның нәпсісіне, дініне әсерін тигізетін жаңағы журнал, газеттерді де оқуға ергер өзінің жарынан байқаса, ер адам тыйым салып отыру керек бұндай жағдайда. Бұл не істесе өзі біледі деген нәрсе емес. Сондықтан бұл нәрседен шығатын қорытынды, яғни үйде болып жатқан қандай да бір істің дінімізге, салт дәстүрімізге сай пайдалы болуын қадағалау ер адамға жүктелген міндеттердің бірі. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ар-раджулу рағин фи ахлихи ва хуа масъулун ан рағиятихи." Ер адам үйі үшін сұралады, бақташы дейді, сол баққан нәрсесінен сұралады деген. Яғни ер адамға тиісті болған шарттардың бірі, жаңағы ер адам көңіл бөлмей қоймау керек өзінің жарына. Яғни ер адамның хақы ол өзінің жарына әрқашанда ол көңіл бөлу керек. Бұл арадағы шариғатымыздың жүктеп жатқан нәрсесі ер адамға, яғни қандай да бір мерзім уақытта, яғни жақындаспай қоюға қақысы жоқ деген нәрсені айтып жатыр. Сондықтан Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: "Уәлә тансаул фадла бәйнакум инналлаха бима таъмалуна басир." Өз араларындағы Алланың жазған жақсылығын ұмытпаңдар. Өйткені Алла Тағала сендердің істеп жатқан әрбір нәрселеріңді көреді, біледі дейді. Міне бұл шариғатымыздағы және дінімізде ғалымдарымыз көрсетіп берген ер адамның мойнына тиісті болған, өзінің отбасына және жарына тиісті болған хақтары болып саналады. Алла Тағала осы естіп білгендерімізге амал етуді нәсіп етсін. Субханакаллахумма ва бихамдика ва нашһаду ан ла илаха илля анта ва настағфирука ва натубу илейк.